Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаға. Бүгін тағы да бензиндік араның жөндеу, соның ішінде бізде сеп ұзарып кетті. Нені шаңғысының шегіне дейін созғанда да бәрі сеп бос жатыр. Соны біздер қысқартып жатырық. Біздер болгаркамен қысқартып та шамалы құптылау болады ғой деп осындай немен шлифовочный машинамен не дейді. Сонда мен қысқартып жатыр. Енді мында даже бір тісін алып тастадық, мына екіншісі айналасын құптау, ненің айналасын алдық та сосын қысқашпен майыстырсақ бағана демес соғып аша алмай жатыр едім. Сол ойға келіп мындай қысқашпен бүйтіп қайырса тырс етіп өзі ашылып кетті. Осылай ашып бір кесетін араның бір тісін екі жағында екі несінен алып тастап жатырық. Сонда шаға келетін сияқты. Сосын ауыстырып болғаннан кейін қазір қайттан қағап несін жапырып орнына саламыз. Жақсы, қазір көрсетерміз. Мындай етіп анау алып тастадық. Мынаның тісі де желінген екен. Тісі де желінген екен. Сол тісін алып тастадық та мынандай етіп салып жіберіп жатырмыз. Енді шағы бәрі келіп тұр. Бір тесік, бір бүтін, бір тесік, бір бүтін болып кетіп жатыр. Мынаның қасы қысып тұрып, үстінен қайттан етеміз. Мынандай етіп күреп қойдық. Жақсы, енді дополнительный үстіне контактный сваркамен қиып жібермесем жақсы. Көмегі тиіп жатса, сіздер де осылай істеп көрсеңіздер болады дегенім ғой. 4-5 мыңға новый сеп алғанша осылай қысқартып жіберген дұрыс болады деп жасап жатқаным. Жақсы, істеріңізге сәттілік, оңынан болсын.